Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. An Abi Hureyre radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsi biyedih. La tadkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. Avelev adullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbabtum afşus selama. Abu Hureyre, Allah Teala odan razı bolsun, Abu Hureyre'dan жеткен hadiste Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem былай деген: Жанымды уысында ұстаған Алланың атымен ант етейін. Сендер Аллаға шынайы иман келтірмейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар. Және өзара сүйіспеншілікте болмайынша толық иманға келмейсіңдер. Ендеше араларында сүйіспеншілікті тудыратын істі айтайын ба? Өзара сәлемдесіп, бір-бірлеріңізге амандық сұрасуды кеңінен жайындар деп бізге айтты. Осы хадиске назар аударатын болсақ, бұл хадисті Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Алланың атымен ант етіп бастап жатыр. Бұл хадистің салмақтығын білдіреді. Хадистің жалғасына қарайтын болсақ, екі шарт қойылынады хадисте. Бірінші шарты, Жәннатқа кіруіміз үшін бізге шарт қойылынады, Аллаға шынайы иман келтіру керек екені. Ал екінші шартқа назар аударатын болсақ, шынайы иман келтіріп, толық иманға жетудің бір түрі, ол дегеніміз бір-бірімізбен сүйіспеншілікте болуымыз. Ал сүйіспеншілік не деген кезінде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, өзара сәлемдесіп, амандық сұрасуды кеңінен жаю керектігін айтты. Аллах Тағала баршамызды бір-бірімізге сүйіспеншілік танытқан, Аллаға шынайы иман келтірген құлдардан болуымызды жазсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.